أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, біздің бүгінгі дәрісіміз кәлам ілімі деген кітап. Бұл кітап Матуриди мектебінің ғалымдары жазған кітап, яғни имам Матуриди рахматуллахи алейхидің ақида ілімі. Осы жерден біз Алла субхану ва тағаланың қандай екені, Алла субхану ва тағаланың өзін танитын боламыз иншалла. Алла субхану ва тағала бүткіл әлемді жаратты, барлық кемел сипаттарға ие, барлық кемшілік сипаттардан пәк. Алла субхану ва тағаланың Аллах тағала сансыз мақтауларға ие. Ол пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды жіберді, және де өзін танытты, Құранмен танытты, және де хадиспен танытты. Егер де біз Аллах субхану ва тағаланы дұрыс танымасақ, онда біздің өміріміз қиын болады. Қиын болады. Адам адасып кетуі мүмкін. Бұл өмірде адастырушылар өте көп. Шайтан ол өзінің жұмысын міндетті түрде тоқтатпай жасайды. Енді бұл кітап Матуриди мектебінің ғалымдары жазған кітап. Кітапта көптеген мысалдар келтірілген, біз түсінсін деп. Өйткені Алла субхану ва тағаланы түсіну үшін біздің жай ғана ақылымыз жетпейді. Әлбетте біз ақылымызды қосамыз. Ақыл және нақыл. Егер де біз ақылымызды және нақылымызды қосатын болсақ, мынандай сөз бар: ақыл мен нақыл тоғысқан жерде ақиқат ашылады дейді. Яғни Алла субхану ва тағала бізді Құранда көптеген жерде ақыл иелері деп келеді. Және де нақыл дегеніміз ол Құран және де хадис. Енді бұл кітап көлемі өте кішкентай, яғни ақида кішкентай болғанымен бұл кітап өте маңызды кітап. Адам бұл өмірде қаншама жақсылық жасаса да, қаншама бір қайырымдылық жасаса да, егер де Аллаға деген сенімі дұрыс болмаса, онда оның жасаған нәрсесінің барлығы бекер болады. Бүткіл нәрсе бекер болады. Енді осы кітапқа кіріспе ретінде келетін болсақ, бірінші бөлімде біз нені қарастырамыз? Бірінші бөлімде кәлам ілімінің анықтамасын қарастырамыз, кәлам ілімінің мақсатын қарастырамыз. Содан кейін бұл кітап не қарастырады, сол мәселелерді қарастырамыз, кәлам ілімінің үкімін қарастырамыз. Кәлам ілімінің анықтамасы қандай? Кәлам ілімі деп не үшін бұны кәлам ілімі дейді? Кәлам ілімі деген кезде біз философияны меңземейміз. Немесе жаңағыдай сол философияға жақын бір ілімді меңземейміз. Бізге осы мәселеде сәләфи және де вахаби ағымдағылар бізге жала жабады. Сендер кәлам іліммен айналысасыңдар, кәлам іліммен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи харам қылды ғой дейді. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи кәлам ілімі деп айтқан кезде ол философияны айтты. Қандай философияны айтты? Яғни Алла субхану ва тағаланы ақылға салып, Алла субхану ва тағаланы қандай екенін ақылға салдырып, соны түсіндіретіндей қылып, Муътазила ақидасында және де Муътазила каррами ақидасындағы адамдардың несін айтты? Ілімін айтты. Ал бұл жерде кәлам ілімі не үшін кәлам ілімі? Енді қараңыздар, бұл жерде кәлам ілімі діни сенімдерді айқын дәлелдер арқылы бекітетін ілім. Яғни діни сенім қандай дәлелдермен бекітіледі? Айқын дәлелдер арқылы бекітіледі. Біз енді Алла қаласа айқын дәлел дегеніміз не, соның бәрін айтатын боламыз иншалла. Енді діни сенімдер дегеніміз не? Осы сөзде, осы сөйлемде діни сенімдерді айқын дәлелдер арқылы бекітетін ілім деген сөйлемде діни сенімдер деген не мағынаны білдіреді? Діни сенімдер дегеніміз, мысалы, Аллаға, періштеге, пайғамбарларға, ақыретке сену тағы басқа. Яғни діни сенім дегеніміз осы. Енді айқын дәлелдер дегеніміз не? Айқын дәлелдер дегеніміз мақсат
күмән тудырмайтын дәлел. Айқын дәлелдер қатарына мыналар жатады. Яғни бұл жерде айқын дәлелге ешқандай да бір күмән тудырылмау керек. Біріншісі ол Құран. Құран ол «Зәликәл китабу ла райба фи». Яғни ол сондай кітап, ода ешқандай да бір күмән жоқ кітап дейді. Екіншісі мутаватир хадис. Яғни мутаватир хадистердің дәрежесі өте көп. Хадистер ғариб хадис болады. Ғариб хадис дегеніміз не? Бір рауи риуаят етеді. Бір ғана сахаба риуаят етеді. Одан кейін азиз хадис деген бар, күшті хадис. Оны 3 сахаба риуаят етеді. Одан кейін машхур хадис бар. Машхур хадис дегеніміз не? 10 сахабадан көп риуаят етеді. Одан кейін мутаватир хадис бар. Мутаватир дегеніміз ол 60-70 адамнан жоғары хадис сахабалар риуаят етеді. Яғни мутаватир хадиске тоқталамыз, Алла қаласа, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Оның дәрежесі Құранға сәл жетпейді. Көрдіңіз ба? Сол себептен де қазіргі біздің уақыттарда сәләфи вахаби ағымдағы бауырларымыз хадистер алып келеді ғой. Сол кезде біз матруди сенімінде біз ол хадистерді тексеруіміз керек. Біз әрбір көрінген хадиске иман келтіре бермейміз. Біздің матруди мазхабымызда бізде хадис мутаватир дәрежесінде болу керек. Матруди және ашғари мазхабында хадис қандай болу керек? Мутаватир дәрежесінде болу керек. Бізге егер де ғариб хадис болатын болса, бір ғана сахаба риуаят еткен хадис болса, мейлі ол сахих болсын, біз оны қабылдай алмаймыз ақидаға. Мейлі оны азиз болсын, 3 сахаба риуаят етсін, оны біз қабылдай алмаймыз. Бізде мутаватир болу керек, көрдіңіз ба? Сол себептен де біз кез келген айтылған сөзге сене бермейміз. Біз оны тексеруіміз керек. Өйткені біздің сеніміміз өте маңызды. Егер де айтыла беретін нәрселерге сене беретін болсақ, әлсіз нәрселерге сене беретін болсақ, біздің ақидамыз әлсіз болып қалады. Көрдіңіз ба? Міне, бізбенен, яғни матруди және ашғари мектебіменен сәләфи вахабилердің мектептерінің айырмашылығы осында. Сәләфи вахабилердің мектептерінің әлсіз хадиске өте қатты сенеді. Ойдан шығарылған хадиске өте қатты сенеді, әсіресе ақида мәселесі бойынша. Және де мүлдем хадисте жоқ нәрсе, ойдан тоқыма хадистерге риуаяттарына не істейді? Сене береді. Біздің айырмашылығымыз осы. Одан кейін үшіншісі ол не? Ақыл. Ақылды міндетті түрде қосамыз. Сәләфи вахаби ақидасымен біздің ақидамыздың айырмашылығы, біз ақылды міндетті түрде қосамыз, олар ақылды қоспайды. Ақылды мүлдем қоспайды. Сен кітапты оқып, соған сене беруің керексің. Ой жүгірту деген нәрсе жоқ. Ой жүгірту, тәдәббүр, немесе жаңағындай бір ойланайын кішкене, мына жерде қандай мәселелер бар екен, мына жерде қандай түсінік бар екен деген нәрсе жоқ. Сенуің керексің, болды. Оған біз қазір тоқталамыз, Алла қаласа. Яғни, осы 3 нәрсе біздің айқын дәлелдерге жатады. Айқын дәлелдерге осы 3 нәрсе жатады. Қалғандары айқын дәлелге жатпайды. Яғни осы айқын дәлелдермен біз не істейміз? Аллаға сенеміз, періштелеріне сенеміз, пайғамбарларына сенеміз, ақырет күніне сенеміз, және де басқа да діни сенімдерге сенеміз. Құран, мутаватир хадис және ақли дәлелдер. Келесі, кәлам ілімінің мақсаты не? Енді осы ілімменен біз қандай мақсат қоямыз? Мақсаты мынандай. Діни сенімдерді анық қылып бекітіп, дүние және ақырет бақытына жету. Дүние және ақырет бақытына жету үшін біз не істеуіміз керек? Діни сенімімізді анықтап алуымыз керек, нақтылап алуымыз керек. Ол мүлдем өзгермеу керек. Міне мен осыған тоқталамын, менің сенімім, менің ақидам осы жерде деп біз бір нәрсеге не істеуіміз керек? Тоқталуымыз керек. Кейін бір 10 жылдан кейін өзгеріп жүруге болмайды, 5 жылдан кейін өзгеріп жүруге. Осы сенімменен не істейміз? Біз нақты қалуымыз керек. Және де осы сеніміміз егер де дұрыс болатын болса, біз бұл дүниеде және ақыретте бақытты боламыз. Егер адам діни сенімдері дәлелдермен білмесе, әртүрлі күмәндарға түседі. Алла сақтасын, діннен шығып кетуі де мүмкін. Қазіргі әлеуметтік желілерді қарасаңыздар, енді TikTok деген нәрселер пайда болып жатыр. Ол жерде неше түрлі нелер бар? Сөз таластары бар, пікір таластар бар. Сол сөз талас, пікір таластарда ақидасы әлсіз адамдар, өздері әлі зерттеп көрмеген, ілім алып көрмеген адамдар не істеп жатыр? Діннен шығып кетіп жатыр.
Діннен шығудың себебі неде? Оның ілімінің таяздығында. Қашанда ол өзінің ілімін, өзінің сенімін білмейді, әлсіз болады, ол діннен шығып кетуі мүмкін. Көрдіңіз бе? Ол кез келген нәрсе ілігіп кетуі мүмкін. Ол атеист болып кетуі мүмкін. Немесе ол сонда муташаддид болып кетуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Халакал мутанаттиун». Қатты дінді ұстанғандар, олар бұзылады деп айтқан. Сонда ғалымдар айтады, егер де бір қауымның атеистерін көбейткім келетін болса дейді, онда сол жердегі дінін қатайт дейді. Дінін қатты қыл дейді. Қашанда адамдар дінді қатты ұстанатын болса, мөлшерден тыс ұстанатын болатын болса, онда не болады? Атеистер көбейеді. Не үшін? Өйткені ол адамның ілімі таяз, ол өзінің жаңағындай білімсіз жинаған тақуалығы не істейді? Көптеген мүмкіншіліктерден өзін тыяды. Біздің ақидамыз және фиқхи ілімдеріміздің білмеуіміздің бір кесірі неде? Біз егер де бір кәсіппен айналысатын болсақ, сол кәсіптерде бір нәрселерден өзімізді тыйып қаламыз, мүмкіншіліктерден тыйылып қаламыз. Харамды жөнді білмейміз, халалды жөнді білмейміз. Біз тақуамен жүреміз деп харам жолға түсіп кетуіміз мүмкін, немесе жаңағыдай қарамаймын деп жаңағыдай харам мен халалды ажырата алмай қалуымыз мүмкін. Көрдіңіз бе? Сол себептен де ілім бізге өте маңызды. Егер адам сенімдерін нақты дәлелдермен бекітсе, күмәннен алшақ болып, жүрегі тыныштық табады. Сен егер де Аллаға толығымен сенетін болсаң, менің Аллахым осындай, мен осындай Аллаға сенемін дейтін болсаң, онда сенің жүрегің тыныштық табады. Сен кәсіп жасасаң да, сен оқуда жүрсең де, сен басқа да бір жұмыс жасасаң да, бір мақсат қойсаң да, сен жүрегің тыныштық табады. Жүрегің «Я айятухал нафсул мутмаинна». Құранда келеді ғой, «Я айятухал нафсул мутмаинна». Сондай нәпсісі, жүрегі тыныштық тапқан жан дейді. Көрдіңіз бе? Алла субхана ва тағала осылай қарайтын болады да. Яғни мұсылманның жүрегі сондай болу. Мұсылман ешқашанда депрессия деген нәрсеге түспейді. Мұсылманда стресс деген нәрсе болмайды. Ал егер де бізде болып қалып жатса, онда біздің сеніміміз дұрыс емес, немесе әлсіз деген сөз. Біз әлі толығымен Алланы танымадық деген сөз. Осылайша бұл дүниедегі бақытына жетеді, кейін Алланың алдында барғанда сенімі дұрыс әрі нық болғаны үшін Алланың разылығына бөленіп, ақырет бақытына жетеді. Көрдіңіз бе? Яғни мұсылман адам не істейді? Бұл өмірде қандай қиыншылықтар көретін болса, ол айтады, бұл қиыншылықтардың барлығы Аллах Тағала маған жіберіп жатыр. Не үшін жіберіп жатыр? Біріншіден сынақ. Екіншіден Аллах Тағала мені не істеп жатыр? Тәрбиелеп жатыр. Бұның барлығы тәрбие. Мені отқа салады, мені суға салады, мені шыңдап жатыр. Бұл қиыншылықтардың барлығы шыңдау. Мен осы қиыншылықтардан өтіп, одан кейін барып мықты өмірге өтем, өзім мықты болам, және де сапалы бір өмірге өтем деп не істейді? Сенеді. Көрдіңіз ба? Ал егер де оның сенімі дұрыс болмаса, оның жүрегінде Алла болмаса, ол Алланы танымаса, ол не істейді? Ренжи бастайды. Әркімге ренжиді. Негізі реніш деген нәрсе неден пайда болады? Реніш деген нәрсе неден пайда болады? Реніш деген нәрсе ол Алладан емес, сен мақлұқтан күткен кезде сол реніш деген нәрсе пайда болады. Сен бір мысалға досыңнан бір нәрсе күтесің. Бірақ сен одан күтпеуің керексің ғой. Сен Алладан күтуің керексің ғой. Бірақ сен сол досыңнан күтесің, досың істей алмай қалады. Не үшін? Өйткені ол оның шамасы жетпейді. Ол Алла емес. Ол жасай алмай қалады. Сөйтіп жасамаған кезде сен ренжисің. Көрдіңіз бе? Реніш сол кезде пайда болады. А мұсылман адам ренжімейді. Жақсы. Аллах Тағала нәсіп етпепті ғой дейді. Ол күтетін болса Алладан күтеді. Арғы өзінің әрекетін жасай береді. Көрдіңіз бе? Біз реніштің өзінде дұрыс, яғни реніштің өзінде не істейді? Дұрыс емес сенімнен шыға бастайды екен да. Алланы танымаған адам не істейді? Ол Аллаға да ренжуі мүмкін. Ол осы өмірге де, осы дүниеге де ренжуі мүмкін. Сөйтіп көптеген мүмкіншіліктерден құр қалады, махрұм болады. Сол себептен де біздің іліміміз, біздің ақидамыз өте маңызды. Енді осы кітапта біз нені қарастырамыз? Біріншіден, илахият, яғни Алла жайында қарастырамыз. Алла Тағалаға қатысты болған ілім.
яғни бұл ілімде, бұл бөлімде біз Аллаға не нәрсе уәжіп, не нәрсе жайыз, не нәрсе мұстахил, мүмкін емес екендігін талқылайтын боламыз. Өткенде атеисттер диспутқа шығып, әлсіз мұсылмандармен диспутқа шығып жатыр. Әлбетте, соның ішінде бір жақсы бір ілімі бар мұсылманмен шығып қапты, жаңағыдай бір видеодан көріп қалдым. Сонда атеист енді сөзге шебер екен, тек қана шеберлік сөзмен ғана жеңіп жатыр да ананы, бірақ дәлелдермен жеңіп жатқан жоқ. Сонда мұсылман айтып жатыр да, сен дәлелмен сөйлесейші десе, атеист айтады, мен сұрақ қойып ең соңында өзінің сұрағына өзі батып жеңіліп жатыр. Сонда ол видеода қандай мәселелер талқыланды? Ол видеода мұстахил деген мәселелер талқыланды, яғни мүмкін емес. Аллах тағалаға мүмкін емес нәрселер, адамға мүмкін емес нәрселер, Аллах тағалаға уәжіп нәрселер, Аллах тағалаға жайыз нәрселер, осылар талқыланды. Көрдіңіз ба? Егер де мұсылман адам осы нәрсенің бәрін білмесе, онда не істейді? Сол атеистерден жеңіліп, тура жолдан адасады. Келесі бөлімде біз нубуат, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты болған білімді зерттейтін боламыз иншалла. Қоса қоямыз ба? Сіз айта қойсыздар ма? Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты болған білім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не уәжіп, не жайыз, не нәрсе жайыз, не нәрсе мұстахил, оған мүмкін емес болған нәрселер, соларды талқылайтын боламыз иншалла. Келесі үшінші бөлімде біз не талқылаймыз? Сәмият. Сәмият дегеніміз не? Сәмият дегеніміз бұл тек уахи жолмен білінетін ғайып істерге байланысты ілім. Түсініңіздер ғой? Тек уахи арқылы бұл ілімді біз білеміз. Яғни бұл бөлімде тек уахи арқылы білінетін періштелер, жындар, қабір азабы, жәннат, тозақ және басқа да мәселелер талқылаймыз иншалла. Кәлам ілімінің үкімі қандай? Ғалымдарымыз кәлам ілімінің дәлелдерін екіге бөлген. Біріншісі ижмали, екіншісі тафсили. Ижмали дегеніміз жалпы, тафсили дегеніміз егжей-тегжей. Яғни ижмали дәлел дегеніміз не? Ижмали дәлел дегеніміз ол ақиданың негізгі мәселелері. Мысалға, Алланың бар және құдіретті екенін. Соны дәлелдеу. Соны дәлелмен білу. Алланың бар екенін білу және құдіретті екенін білу. Бұны жалпы дәлел деп аталады. Мысалға, Алланың бар екеніне қандай дәлел бар деген кезде біз айтамыз, мына әлем жоқтан бар болуы Алланың бар екеніне айқын дәлел деп айтамыз. Көрдіңіз ба? Бұл әлем неден пайда болды? Жоқтан пайда болды. Жоқтан пайда бар болды. Яғни осы жоқтан бар болған нәрсенің Алланың бар екеніне айқын дәлел. Көрдіңіз ба? Соны бір атеист айтады, Алланың бар екеніне дәлел жоқ дейді. Немесе жоқ екеніне дәлел жоқ дейді. Ол миға сыймайтын сұрақта, ол абсурд. Көрдіңіз ба? Әне бұл қысқаша жабыла салатын мәселе. Бұл әлем жоқтан бар болды ма, онда бұл Алланың бар екенінде айқын дәлел. Екіншісі тафсили дәлел. Тафсили дәлел дегеніміз не? Бұл егжей-тегжей қаралады. Мысалы, Алланың бар екеніне қандай дәлел бар деп айтылады. Сонда біз айтамыз, әлем жаратылған, әрбір жаратылған нәрсенің міндетті түрде жаратушысы болуы керек. Демек, мына әлемнің де жаратушысы болуы қажет деп біз не істейміз? Егжей-тегжей жауап береміз. Дәлел. Көрдіңіз ба? Енді біз кәлам ілімінің негізгі бөлімін екіге бөлікке бөліп қарастырамыз. Біріншісі, сенімге қатысты негізгі дәлелдерді ижмали, яғни жалпы дәлелмен білу. Бұл парыз айын. Әрбір мұсылманға парыз болған ілім. Көрдіңіз ба? Әрбір мұсылманға парыз. Екіншісі, ол не? Тафсили дәлелдермен білу. Бұл парыз кифая. Яғни әрбір мұсылманға міндетті емес оны білу. Мысалға, жаңағы атеисттер не істеп жатыр? Қарапайым мұсылмандармен айтысып жатыр ғой. Қарапайым мұсылмандармен.
Яғни оларда ондай ілім жоқ. Олар жалпы біледі Алланың бар екенін, Алланың құдіретті екенін біледі жалпы. Бірақ ары қарай егер де онымен айтысатын болсаң, дәлелдер алып келе алмайды. Неге? Өйткені оларға парыз айын емес, оларға фарыз кифая. Көрдіңіз ба? Сол себептен де тафсили ілімді барлық мұсылмандар білу міндетті емес. Сіздер жалпы ілімді білсеңіздер жеткілікті. Ал егер де сіз тафсили ілімді білуім керек деп, егер де соны алатын болсаңыз, онда өміріңізге өзіңізге жеңіл болады. Енді тафсили ілімді алу үшін біз Алла субхану ва тағала қатысты терминдерді үйреніп алуымыз керек. Мысалға, мынандай терминдер бар. Жауһар деген нәрсе бар. Жауһар дегеніміз не? Жауһар дегеніміз ол бір материя, бір зат. Бірнеше нәрселерден құралмайтын зат. Ол дегеніміз өте кішкентай ғана болған зат. Мысалға, мен бір адаммын. Менің үстімде не бар? Дене бар. Бірақ менің денем неден құралады? Неше түрлі заттардан құралады. Бірнеше процент судан құралады, бірнеше процент топырақтан құралады, бірнеше процент бірнеше түрлі жаңағындай Менделеевтің таблицаларынан құралады. Ет бар, тері бар, басқа да нәрселер бар, менің денем. Яғни менің денем жауһар емес. Жасуша деген білесіздер ғой, биологияны өттіңіздер ғой. Жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз ол бір кішкентай ғана бір нелер, бізді құрайтын нәрселер, кішкентай ғана микроскоппен көресің оны. Жасушалар неден құралады? Молекулалардан құралады. Молекулалар неден құралады? Атомдардан құралады. Көрдіңіз бе? Сөйтіп кете береді. Яғни құрылыстардан кете береді де әрбір нәрсе. Ал жауһар дегеніміз не? Жауһар дегеніміз ең соңғы точка ғой, ең соңғы точка. Ештеңеден құралмайды ол, бір ғана зат. Келесі, арт дегеніміз не? Арт дегеніміз ол бір нәрселерден құралатын нәрсе. Бір зат болады, сол заттың екінші нәрсесі бар, құралатын, бір-бірімен жалғасатын нәрсе. Одан кейін зати сипат болады. Зати сипат дегеніміз не? Зати сипат дегеніміз сипаттайсың, қара, қызыл түсті, иісі бар, жаңағыдай несі бар деген сияқты. Одан кейін субути сипаттар деген болады. Көрдіңіз бе? Яғни Аллаға қатысты нәрсе болады, және де жаратылысқа қатысты нәрсе болады. Осының барлығын біз не істейміз? Ажырататын боламыз иншалла осы ілімде. Бұл ұғымдарды түсіну кәлам ілімін үйренуші мамандар үшін маңызды. Өте маңызды. Кейбір жаңа бауырларымызды білеміз. Мысалға, не дейді? Кейбір бауырларымыз дейді, Аллах Тағаланың қолы бар дейді. Біз айтамыз, Аллах Тағаланың ядулла деген нәрсені біз де не істейміз? Иман келтіреміз. Бірақ бізбенен олардың айырмашылығы неде? Салафи вахабилердің айырмашылығы және біздің матурidi және ашарилердің айырмашылығы неде? Біз бүйтеміз. Ядулла, уажхулла, осылардың барлығы бар деп айтамыз, Құрандағыдай бар деп айтамыз. Құрандағыдай бар. Біздің миымыздағыдай емес. Бұл фиқул акбарда келетін мәтін. Екінші, салафи вахаби ағымдар не дейді? Олар айтады, Аллах Тағаланың қолы бар, аяғы бар дейді. Болды, осымен тоқталады. Енді ол жерде сұрақ туындалады. Қолы бар, аяғы бар. Сол кезде кәдімгідей қолы бар, аяғы бар деген нәрсені бекітесің ба дейді? Я бекітемін дейді. Аллаға тән болған күйде бекітемін дейді. Аллаға тән болған күйде бекітемін дейді. Одан кейін барып не істеймін дейді? Жаңағындай. Яғни былай айтқан кезде тәуил жасайды олар. Бірақ олар өздерінің тәуил жасап жатқандарын мойындамайды. Бұны тәуил дейді. Көрдіңіз бе? Бірақ бұл дұрыс емес. Яғни Алла субхану ва тағалаға бір жисім береді. Жисім дегеніміз не? Жисім дегеніміз бір дене береді. Дене. Қандай дене екені белгісіз дейді. Қандай дене екені ол белгісіз, бірақ әйтеуір бір денесі бар дейді. Аллаға тән бір денесі бар дейді. Біз айтамыз, Алла субхану ва тағала Аллах Тағала денеге мұқтаж емес деп айтамыз. Біздің айырмашылық осында. Көрдіңіз бе? Құрандағыдай келеді, болды. Біз ары қарай Құранда келген ядулла, важхулла деген нәрсені бәрін Аллаға тапсырамыз, болды. Иман келтіреміз. Яғни Әл-Имран сүресінің 7-ші аятында келгеніндей.
Енді айқын білім және оған жеткізетін себептер, үкім және оның түрлері. Айқын білім және оған жеткізетін себептер. Айқын білім дегеніміз не? Айқын білім дегеніміз күмән тудырмайтын нақты білім. Ғалымдар білімді бірнеше деңгейге бөліп қарастырған. Енді, құрметті жамағат, мына айқын білім. Қараңыздар, біз білімді 4 топқа бөлейік. 4 топқа бөлеміз. Біздің ақидамызбенен, яғни Матруди және Ашғари ақидасыменен Сәләфи және Вахаби ақидасының айырмашылығы неде дедік? Біз бағана басында біз хадиске келген кезде хадистің қандайын аламыз? Тек мутауатир дәрежесіндегі хадисті аламыз дедік. Сәләфи Вахабилер ондай хадистің мутауатир дәрежесі деп шектелмейді. Олар хадис болса болды, риуаят етілсе болды, ол әлсіз бола ма, ол ойдан шығарылған бола ма, әйтеуір ол ақидаға жарай береді дейді. Бүткіл хадистің барлығын естейді, алып соған иман келтіре береді. Ал бізде Матурidi Ашғарида біз мутауатир деп шарт қоямыз. Енді білім, яғни дәлел 4 түрлі болады. Біріншісі айқын білім. Айқын білім ол 100% сенімділікке ие. Ол жақта ешқандай күмән жоқ. 100%. Оған жататын Құран және мутауатир хадис. 100%. Екінші, зонни білім. Зонни білім дегеніміз 51%-дан 99% деңгейге дейін жететін ілім. Ол жақта 1% күмән болуы мүмкін. Оған қандай ілімдер жатады? Оған сахих хадистер жатуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сахих хадис, яғни мутауатир дәрежесіне жетпеген хадистер жатуы мүмкін. 51%-дан 99%-ға дейін. Бірақ 100% сен сене алмайсың оған. Құранға және мутауатир хадиске сенгенде сене алмайсың. Көрдіңіз бе? Екіншісі, күмән. Күмән ол 50%-ға деңгейге дейін. 50%. Не бұлай, не бұлай. Екі жақта, екі ортада тұрасың. 50%. Дұрыс немесе дұрыс емес, білмейсің. Одан кейін уахм. Уахм дегеніміз не? Мен ойлаймын деген нәрсе. Менің ойымша деген нәрсе. Ол 0%-дан 49%-ға дейін. Ол дұрыс емес мүлдем. Қазір көп адам бүйтіп отырады да жаңағындай. Менің ойымша осындай дейді, сөйтіп не істейді? Ілімнен, діннен хабар жеткізе береді. Әсіресе мынау әлеуметтік желіде, телевизорлерде неше түрлі подкасттар болады, неше түрлі сұхбаттар болады. Сол кезде дін мәселесін қозғаған кезде не істейді олар? Мен ойлаймын дейді, сөйтіп сол дін жайында айта береді. Ол дұрыс емес. Көрдіңіз бе? Кейде мен сондай сәләфи вахаби бауырларымызды қараймын, дәлел алып кел десең, мен ойлаймын деп өзінің ойын алып келеді. Немесе күмәнді бір нәрсе алып келеді. Немесе зонни білімді алып келеді, бірақ айқын дәлелді алып келмейді ешқашанда. Көрдіңіз бе? Яғни бізбенен Матурidi және Ашғарименен сәләфи вахабилерінің ақидасының айырмашылығы неде? Біз хадис мәселесінде біз мутауатирді аламыз. Ақида мәселесінде мутауатирді аламыз. Ал сәләфи вахабилер мутауатир деп шарт қоймайды. Олар кез келген хадисті алып не істейді? Соған сене береді. Сондай. Жоқ, мен жала жоқ беремін. Мен сіздердің дәлелдеріңізді алып келемін. Любой хадис ойдан шалған болса да мен дәлел алып келемін, бауырым. Мистер қойын ба, ютубта ашып қарасақ, шәкірттер қара, қанша шәкірттер қанша қылады, хадисте қымалайды. Ойдан шалған хадис болса, соған сенетін отырып. Жоқ, бар, алып келейін. Келесті алып келейін ба? Келесті келіңіздер. Осы... Каканейсті айтып отырмын. Айтып отырмын. Мен жоқ, мен жала жаппаймын. Мен каканейсті айтып отырмын. Мен жауап беремін сөзіме. Ол жауап беремін ғой. Жауап беремін ғой. Мен жауап бергеннен кейін айтып отырмын осы нәрсе. Не істейсің маған? Хадистің бәрі өтірік емес. Мен сізге айттым, зонни білім.
Зонни білім 51%-дан 99%-ға дейін деңгейдегі білім. Көрдіңіз ба? Мен жауап берем. Мен жігіттік. Жоқ, мен сізге сіз сұрақ қойдыңыз, мен сізге жауап беріп отырмын. Онда сіз маған жала жауап отырсыз ғой. Өтірік айтып жатыр деп. Жоқ, мен шынымды айтып тұрмын. Мен жала жауап тұрған жоқ, мен шынымды айтып тұрмын. Мен не үшін сөйлемеймін? Мен ақиқатты айтуым керек қой. жоқсың деп сен жала жауып отырсың. Сен маған жала жауап отырсың. Мен қалай өтірік болады менде? Мен алып келемін дәлелімді. Келесі дәрісте Алла қаласа четверг күні осы жерге алып келемін. Сіздердің дәлелдеріңізді алып келемін, біздің дәлелдерімізді алып келемін. Сол кезде көресіздер. Жоқ, мен ақиқатты айтып отырмын. Как они айтып отырмын. Так. Құрметті жамағат, бұл жерде не? Ілім алқасын біз жұдырықпен шешеміз бе, әлде іліммен шешеміз бе? Іліммен шешейік. Жұдырықпен, ашумен не үшін шешеміз біз? Ашумен шешетін бұл. Жоқ, ашумен, бауырым, ашумен шешетін болсақ, шешетін адамдар бар. Мен сен қорқытып жатқан жоқпын, мен саған какаин анаисті айтып жатырмын. Түсіндің ба? Мен, бауырым, ілімді ашумен шешпей қойықшы. Ілімді ашумен шешпей қойықшы. Болды. Шыңғырмаңдар, жігіттер. Мына ақиқат айтылып жатқан кезде қабылдай біліңдер. Ақиқат айтылып жатқан кезде қабылдай біліңдер. Сендердің де шейхтерің жаңағы Матурidi мазхабындағы, Ашари мазхабындағы адамдар үйтеді, бүйтеді, сөйтеді деп жала жабады. Біз де айта алмаймыз ба не сонда? Біз де айтуымыз керек. Бізге жала жауып жатыр. Олардың ақидасы қандай деп біз де айта алмаймыз ба не сонда? Біздің аузымызды жабасыңдар. Ал сендер сонда ауыздарың ашық бола ма не? Қалай сонда? Сонда қалай? Мен түсінбедім. Аузымызды жаппаңыздар, құрметті жамағат. Ақиқатты айтайық, ащы болса да қабылдаңдар. Сендер дүние үшін жүрген шығарсыңдар біреулерің авторитетті жоғалтпас үшін жүрген шығарсыңдар. Бірақ ақиқат келген кезде ол ақиқат, ол қарамайды, дүниеге қарамайды, ол авторитетке қарамайды. Ол сенің авторитетіңді де басқаңды да жоқ қылады. Сол себептен де ақиқат келіп тұрма, қабылдай біліңдер. Сәләфи вахабилердің ұстанымдарын біз білеміз жақсы. Арабша білеміз. Олардың сайттарда нақты жазып тұрған ақидаларын білеміз. Соларға қарап айтып жатырмыз біз. Жала жауып жатқан жоқпыз. Тыңдаңдар. Егер де менің қателігім болатын болса, бетіме айтыңдар келіп. Мен қателестім деп мойындауға дайынмын. Өтіріктен әшейін, сен өтірік айтып жатсың, жалған айтып жатсың деген ондай ауадан алып жатқан сөздер болмайды, құрметті жамағат. Ондай болмайды. Ілім алқасын біз іліммен шешейік. Жұдырықпен шешетін ол басқа жерде. Бар, жұдырықпен шешетін болсаң, ақша табасың, басқа табасың. Ілім алқасын дәлелменен, салқын баспенен шешейік, ашуменен емес. Ал біз өзіміздің дәрісімізді жалғастырайық, құрметті жамағат. Сол себептен де Матурidi, Ашари ақидасы менен сәләфи вахабилердің айырмашылығы неде? Біз мутаватир хадис деп, хадис мәселесіне мутаватир деп шарт қоямыз. Ал сәләфи вахабилер не істейді? Ондай мутаватир деген шарт қоймайды. Кез келген хадисті ала береді. Мен сіздерге бір хадис айтайын. Осы хадисті шейхтеріңізге айтып барыңыздар. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахидің баласының жеткізген хадисі бар. Оның хадисіне не дейді? Бұл хадис әлбетте өтірік хадис, жалған хадис. Ол хадисте бүйтеді. Аллах Тағала аршқа отырған кезде дауыс шықты дейді. Тарсылдаған дауыс шықты дейді. Сөйтіп, Алла Субхана ва Тағала аршқа отырған кезде аршқа жетпей қалды дейді. Яғни бос орын қалып қалды дейді. Осындай хадис бар. Бұл хадистің риуаятын келесі дәрістерді алып келемін мен, Алла қаласа. Және бұндай хадис емес, бұдан да көп деген хадистер бар. Осы хадиске сәләфи вахабилер кәдімгідей сенеді. Біз айтамыз, бұл жалған хадис қой. Не үшін сенесіңдер деген кезде ол айтады, Ахмад ибн Хамбалдың баласы риуаят етті. Біз айтамыз, Ахмад ибн Хамбалдың баласы мужассим. Мужассим, ол сол жалған хадисті жеткізіп, не істеп жатыр? Алла Субхана ва Тағалаға жесім беріп жатыр. Көрдіңіз бе? Біз ондай хадистерге сене бермейміз. Матурidi, Ашарилер біз ондай нәрсеге сенбейміз. Біз хадисті қараймыз. Көрдіңіз бе?
Айқын білімге жететін 3 себеп бар. Әрбір адам дүниеге келгенше ешқандай білім мен түсінікке ие болмайды, сөйтіп туылады. Бұл туралы Алла субханаху ва тағала Құранда айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла та'ламуна шей'a. Алла субханаху ва тағала сендерді аналарыңның құрсағынан түк білмейтін күйде шығарды дейді. Яғни бізде ешқандай да ілім болмайды. Туылған кезде бізде ешқандай да ілім болмайды. Алла тағала өзінің рахымымен адам баласына түрлі білім мен түсінікке жетудің жолдары мен себептерін жаратты. Яғни Алла субхану ва тағаланы түсіну үшін, немесе білім алу үшін бізде не бар? Түрлі себептер бар, неше түрлі жолдар бар. Мысалға, 5 сезім мүшесі. 5 сезім мүшесі дегеніміз не? Ол есту, көру, ұстау, иіс сезу және дәм сезу деген мүше бар. Мысалға, балдың тәттілігін дәм сезу арқылы біз білеміз. Оттың ыстық екенін ұстау арқылы сеземіз. Ұстап көрейік, қолымыз күйеді. Күннің жарық немесе қараңғы екенін көру арқылы біз көреміз. Түсіндіңіздер ғой? Бірақ бұл жерде бір ескерту бар, қараңыздар, құрметті жамағат. Бұл жерде бір ескерту бар. Бұл жерде сау 5 сезім мүшесі туралы айтылып отыр. Егер де адамның мүшесі сау болмаса, мысалға көз көру, ол дальтоник болатын болса, ол түс білмейді. Егер сезім мүшелерінде ақау болса, олар айқын білімге жететін себеп бола алмайды. Біз айттық қой жаңа, Құран, мутаватир хадис, ақыл деді. Енді ақылға тоқталамыз. Ақыл. Осы жерде ақылды айтып жатырмыз. Осы жердегі ақылдың өзі дұрыс болу керек. Ақыл Құран және мутаватир хадиспен сай болу керек. Кез келген көшедегі жүрген бір алқаштың ақылын алып, оның ақылын ақидаға қолдануға болмайды. Кез келген бір жындының ақылын алып, біз ақидамызға қолдануымызға болмайды. Кез келген бір сәбидің, кішкентай ғана баланың ақылын алып, біз ақидамызға қолдануымызға болмайды. Өйткені ол мультик көреді, басқа көреді, Аллах тағаланы басқаша ойлауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Мысалға, көздің қыли болуы заттарды қосарланып көруге әкелуі мүмкін. Дененің қызуы қатты көтерілген жағдайда адам тәтті нәрселерді ащы деп қабылдауы мүмкін. Неше түрлі нәрселер болуы мүмкін. Сол себептен де 5 сезім мүшесі сау болғанда ғана олар айқын білімге себеп болады. Себеп болады, құрметті жамағат, себеп. Тек қана себеп болады. Ақыл ол тек қана себеп болады. Түсіндіңіздер ғой? Енді ақылға тоқталайық. Ақыл дегеніміз не? Ақыл Аллах тағаладан адамзатқа берілген ерекше бір қуат. Осы қуаттың себебімен біз не істейміз? 5 сезім мүшеміздің көмегімен жету мүмкін болмайтын ілімдерге қол жеткіземіз. Мысалға, кітаптарда жазылған кезде біз ол кітаптардағы жазылған нәрселерден бөлек ілім ала аламыз. 5 сезім мүшесімен. Өйткені кітаптағы тек қана сен оқисың. Ол жақта миың әшейін қозғалады, бірақ сен практически келген кезде сен айқын дәлелге сол кезде жетесің. Теориялық ілім ол бөлек, практически ілім ол бөлек. Мысалға, әрбір істің істеушісі болатыны, немесе кез келген бүтін нәрсенің оның бөлшектерінен үлкен болатыны арқылы білінетін түсініктер. Мәселен, адам бір тұтас бүтін, ал оның қолы сол бүтіннің бөлшегі ғана. Көрдіңіз ба? Адам баласы деген кезде ол бір бүтін нәрсе, ал енді оның қолы деген кезде не болады? Оның бір бөлшегі болып қалады. Міне, осындай 3 нәрсеменен біз не істейміз? Аллах тағаланы сеземіз. Біріншісі Құран, екіншісі мутаватир хадис, үшіншісі ақыл. Ақыл ол шарт болу керек, сау болу керек. Кез келген адамның ақылы жарай бермейді бұл жерде. Енді осы ақыл арқылы алынған білімнен біз 2 негізді бөле аламыз. Біріншісі дарури білім. Дарури білім дегеніміз не? Бұл ойлануды қажет етпейтін білім. Сен оны айтқан кезде, бір мәселені айтқан кезде сен ойлануды қажет етпейсің.
мысалға жоғарыда біз айтып кеттік, бүткіл нәрселердің өзінің бір бөлшегі бар, сол бөлшектің бір бүтін нәрсе өзінің бөлшектерінен үлкен болады. Мысалы, бір бүтін нәрсе адам өзінің бөлшектерінен үлкен болады. Біздің қолымыз өзімізден үлкен емес, аяғымыз өзімізден үлкен емес. Адам өзінің бөлшектерінен үлкен болады. Осы жерде бүтін мен бөлшек ұғымдарының мәнін түсінсеңіз, бүтіннің өз бөлшегінен әрдайым үлкен екенін бірден аңғаруға болады. Бірді бірге қосқанда екі болатынын білу дейді. Мысалға, бірді бір қосқан кезде екі деген сияқты, яғни ойлануды қажет етпейтін ілім. Екіншісі, назари білім. Назари білім дегеніміз не? Назари білім дегеніміз бұл ойлану және дәлелдерге негізделу арқылы ғана айтылатын айқын білім деп айтамыз. Енді қараңыздар, біз осы жерде даруи біліммен емес, біз назари біліммен не істеуіміз керек? Аллах Тағаланың бар екенін дәлелдеуіміз керек. Назари ілім дегеніміз не? Сен оны зерттейсің, содан кейін барып білесің. Сен оны егер де зерттемесең, сен оны білмейсің. Сен мысалға биологияны зерттемей, сен биологияны білмей, Аллах Тағаланың жаратылған нәрселері арқылы Алланы жөн тани алмайсың. Физиканы білмей, сен физикалық тұрғыдан Аллах Тағаланы тани алмайсың. Көрдіңіз ба? Яғни сен оны зерттеуің керексің. Аллах Субханаху ва Тағала біздің миымызға сыймайды. Философиямен сен Аллах Тағаланы толығымен ести алмайсың, қамти алмайсың. Аллах Субханаху ва Тағала Құранда айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ла юхитуна бихи илма". Аллах Тағаланың ешқандай да бір ілім ести алмайды, қамти алмайды дейді. Көрдіңіз ба? Сол себептен де біз айтамыз, философия ол Алланың қандай екенін бізге жеткізе алмайды ешқашанда. Біздің миымыз Аллах Тағаланың қандай екенін ешқашанда жеткізе алмайды. Мысалы, жаратылыстарға қарап, олардың жаратушысы Алланың бар екенін білу, бұл білім, ойлану және талдау нәтижесінде ғана айқындалады дейді. Яғни оның барлығын білу үшін сен кішкене білуің керексің. Физиканы, биологияны, химияны да білуің керексің, географияны да білуің керексің, барлығын білуің керексің. Келесі, шынайы хабар. Шынайы хабар. Ол дегеніміз не? Хабардың сыртқы жағдайға сәйкес келуі. Мысалға, біреу бірдеме айтады. Жаңағындай, сен жалған айтып жатсың деген нәрсе. Біреу хабар айтты, сен жалған айтып жатсың деген нәрсе. Ол нәрсе, сол сыртқы айтылып жатқан нәрсе, айтылып жатқан сөзге сәйкес болуы керек. Менің айтылып жатқан сөздерім жалған болуы керек ол үшін. Бірақ бұл жай ғана айтыла салған бір сөз. Әшейін, ашуы көтерілген кезде айтыла салған сөз. Көрдіңіз ба? Сен жалған айтып жатсың деген сияқты. Немесе қазір есіктен біреу кірді, далада жаңбыр жауып жатыр деп. Біз оған сенеміз ба? Сенеміз, егер де барып көріп, даланың есігін ашып, шынымен де далада жаңбыр жауып жатса ғана сенеміз. Тура сол сияқты, сен жалған айтып жатсың деген сөзге біз сенуіміз үшін ана айтып жатқан адамның шынымен де жалған айтып жатқанын біз зерттеп білуіміз керек. Сол кезде ғана ол шынайы хабар болады. Шынайы хабар деген нәрсе көрдіңіздер ме? Бұл өте маңызды нәрсе. Эмоциямен емес, біз шынайы хабармен, ілімменен Аллах Тағаланы тануымыз керек болады. Эмоциямен қабылдайтын болсақ, онда біз адасамыз. Біз адасамыз. Көрдіңіз бе? Бұл ілім алқасында ашумен, жұдырықпен шеше алмайсың ештеңені. Бұл жерде тек қана ғылыми тұрғыда керек. Ашумен, басқамен, жұдырықпен шешетін болсаң, басқа орындар жетіп, сол жерге бар, өзіңнің ашуың бас, төбелес, басқа қыл. Білім ортасында біз біліммен алып келеміз керек. Дәлеліңді алып кел, болды. Талдайық, ақиқатты іздейік. Бірге іздейік, Алла разылығы үшін. Уақыт бар ма бізде? Енді бітіре салайын. Егер шындыққа сәйкес келмесе, ол жалған хабар болып саналады. Айтылған нәрсе шындыққа сәйкес болмаса, онда ол жалған болып есептеледі. Мысалға, егер мен сыртта қар жауып тұр деп айтатын болсам, және шынымен де сыртта қар жауып тұрса, онда бұл шынайы хабар болады. Ал егер де ол жақта
не болмаса, қар болмаса, онда ол жалған болады. Ал егер онда бұл хабардың жалған болған түсінікті болады. Түсінікті ғой? Шынайы хабар дегеніміз сол. Сол себептен де біз не істейміз? Хадисті дәрежелерге бөлеміз. Мутаватир, машхур, азиз, ғариб деген. Негізінде сәләфи вахабилер осыны мойындайды негізінде. Ілім алмағандар ғана мойындамайды. Ілім алмағандар ғана мойындамайды. Сайттарды ашып қараңыз. Шейх Ибн Баздың шайхын ашып қараңыз. Сайты кәдімгі ашық тұр. Арабша білетін болсаң, хадистерді мутаватир, машхур, азиз, ғариб деп бөлген. Бағана біреу айтып жатыр, жоқ, бөлген жоқ, біз бөлмейміз деп. Бөледі, неге бөлмейді? Ибн Баз, шейх Ибн Баз, ол бөледі, ол жерде жазған. Шейх Ибн Баздан шейх Усеймин, оның да сайттары бар, ол да бөледі. Білімсіз, білмей жатып нәрсе сөйлемеңіз, құрметті жамағат. Сөзге жауап беру деген нәрсе болады. Білесіздер ғой. Жігіт болсаң, сөзіңе жауап бер. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Аллах тағала бізге пайдалы ілім берсін. Аллах тағала бізді тура жолға салсын. Аллах субханала тағала бізді адастырушылықтан сақтасын. Ашуға берілмейік, ілімменен шешейік бұл мәселені, құрметті жамағат. Егер де бір мәселелеріңіз болып келетін болса, алып келіңіздер, талдап көрейік, ақиқатын ашып көрейік иншалла. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.